Үш аю ертегісі. Ертеде қалың тоғай ішіндегі үлкен бір үңгірде үш аю өмір сүріпті. Олар түнімен тоғайды аралап, күн ысыған кезде үңгірге кіріп жатады екен. Ең ірісі және мықтысы ақтөс аю болыпты. Қазандай тасты допша домалатып ойнайды екен. Күштілігіне мақтанып, кішкене аңдарға маза бермепті. Бір күні түлкіні құйрығынан ұстап жұлқылайды. Екі аю, түлкі бізге тиген жоқ қой, қоя бер депті. Бұл түлкі мені сыйлап жүремін десе, жіберем, деп құйрығын бұрай түседі аю. Құйрығы ауырған түлкі қыңсылап, аю аға, босатшы мені, енді сыйлап жүремін деп жалыныпты. Аю есіріп, енді түлкі мені сыйлап жүреді деп мақтаныпты. Тағы бірде қасқырды ұстап алып, аяғын мұжып, құлағынан ұстап алып босатпай есін шығарады. Екі аю тұрып, қасқыр бізге тиіскен жоқ қой депті. Егер мені сыйлап жүремін десе босатамын деп гүр-гүр етіпті ақтөс аю. Жаны қиналған қасқыр ырылдап, аю аға, сыйлап жүрейін деп жалбарынады. Ақтөс аю екі серігіне енді мені қасқырда сыйлап жүретін болды деп қоқиланыпты. Екі аю сонда, сені бұдан былай түлкі мен қасқыр жеп көреді. Және ешқашан сыйламайды. Өйткені сен оларға күш көрсетіп жәбірледің депті. Жоқ, сыйлайды деп екілетіпті ақтөс аю. Ақыры ақтөс аю екі серігінен солай бөлініп кетеді. Тоғайды аралап ұзақ жүреді. Бір уақытта әлгі өзі жәбірлеген қасқыр бір топ ұяластарымен ақтөс аюдың алдынан шығады. Сен маған жазықсыз азап көрсетіп едің ғой, енді бәріміз жабылып сені талаймыз дейді қасқыр. Көп қасқырдан зәресі ұшқан ақтөс аю жуан бір ағаштың басына өрмелеп шығып алып аман қалады. Қасқырлар біраз тұрып күтіп кетіп қалады. Содан соң жерге түсіп, жан-жағына қарап, сескеніп келе жатса, өзі жәбірлеген түлкі кездеседі. Түлкі сызылып аюға, неден қорқып келесің деп жайын сұрайды. Көп қасқырдан қашып келем, дейді ақтөс аю ентігіп. Онда жылдан бері қарай жүр. Жаңа мына жақта қасқырлар көрініп еді, дейді түлкі жол көрсетіп. Түлкі нұсқаған жаққа тура қашқан аю күмп беріп батпаққа түсіп кетеді. Түлкі аюдың қасына келіп сықылықтай күледі де, сен анада жолы маған жазықсыз жәбір көрсетіп едің. Сол үшін сазайыңды тартқызғым келді деп кетіп қалады. Ми батпаққа батқан ақтөс аю әуреге түседі. Өліп талып әрең шығады. Шаршап шалдығып, сүмірейіп үңгіріне оралады. Саған не болған, дейді екі серігі. Мені қасқырлар қоршап алып, талап тастай жаздады. Содан ағаштың басына шығып құтылып ем. Қайтып келе жатқанымда түлкі кездесті. Ол мені алдап батпаққа батырып кетті, дейді ақтөс аю мұңайып. Күшіңе сеніп, әлсіздерді күшпен сыйлатам деген ойың дұрыс емес екендігіне енді көзің жеткен шығар, депті сонда екі серігі.